Бакеев Ерулан осы Қарағанды облысының көптеген дүркін чемпионы, республикалық жүлдегер және ол кісінің қарсыласы Баданов Ұлан. Ол кісіде облыс чемпионы, республиканың жүлдегері. Мінекей осы кісілердің жарысын көретін боламыз. Қарағанды облысының көптеген жылдар бойы аударыспақтан чемпионы болған, республиканың жүлдегері болған спорт шеберлері ортаға шыққалы тұрған қызыл бұрыштан Бакеев Еруланды қарсы алыңыздар. Жаттықтырушысы Мағау ағамыз талай чемпиондарды жаттықтырып шығарған. Шет ауданы Қармыс ауылы спорт шебері аударыспақтан облыстың 10 дүркін чемпионы, республикалық жарыстардың жүлдегері Бакеев Ерулан. Көкбұрыштан шығатын Баданов Ұлан. Қарағанды облысының 10 дүркін чемпионы, республикалық Ақбидай республикалық турнирдің жүлдегерлері, жеңімпазы Қарағанды облысы Шет ауданы Ақжал кентінің тумасы, Қарағанды облысының аударыспақтан Қазақстан Республикасының спорт шебері Баданов Ұлан. Ай, бәрекелді. Айғай шу қайда, қиқу қайда. Кездесу 5 минут болады. Чемпиондық белбеуге ортадағы төреші Нұра ауданы Тайжанов Ерғанат. Ал кетті. Айғайлап, қиқулап отырыңыздар. Қырықтан асқан. Жиырма секундта жеңіске жетті. Бакеев Ерулан, Қармыс ауылы, Шет ауданы. Құтты болсын. Ортадан шыңыздар, бәріңіз, ортадан шыңыздар. Мінекей, жеңіске жеткен Ерулан, Бакеев. Құтты болсын, қошемет соқ қойыздар, қадірлі ағайын. Құрметті қонақтар, ортан бостайық, ортан кішкен тыйышталайық, музыканы тоқтата тұрыңыздар. Құрметті қонақ, мына көрермендер, мына екі ағамыз да, Ерулан да, Ұлан да, екеуі де орта жасқа келген, мына өз-өздеріне мына қаншама дүркін чемпион. Бұл Қазақстан, Қарағанды облыстарында атақтары шыққан мықты балуандардың бірі. Енді бүгін жеңіске Бакеев Ерулан ағамыз жеңіске жетті.
Бұл бірінші титулының бойы Туранел қазақ спорт орталығының бірінші титулының бойы несі жарысы әлі де мықты жарыстар болады. Бұл екі ағамызға да, екі бауырымызға да Алла разы болсын. Бұл кісілердің уже осы жерде балалар жүр ма? Дәні кімнің ұлан бауырымыздың Ануар деген ұлдар өз балаларда міне жарысқа қатысып үлкен жетістіктерге жетіп жатыр. Бұл кісілердікі мына жарысқа шығу, осы ортаға шығудың өзі ерлік. Так что сондықтан Ұлан ағамызға бір қол соғып қояйық. Ат үстіне мініп, осындай үлкен жарысқа шығудың өзі, оның өзі ерлік, оның өзі батыр. Біздің әр осындай бауырларымыздың бәрі батыр болсын. Осы батырларға қарап біздің болашақ ұрпағымыз өссін. Қазақтың жігіттері мықты болсын. Жасасын Қазақстан!